Сәлеметсіздер ме, құрметті көрнекілік плюс блок тең табыс қысқаша КБТ курсының қатысушылары. Бүгінгі сабақта біз сіздермен көрнекілікке қажетті құрал жабдықтармен танысатын боламыз. Ендеше бізге ең алғашқы қажетті құрал ол әрине принтер. Принтер көптеген мұғалімдерде уже бар деп ойлаймын, бар болса тіпті керемет болушы еді, себебі сіздерге сондай да бір артық бір көп вложение жасаудың қажеті жоқ болады, бірден бастап кете бересіздер. Және ал егер де сізде жоқ болып жатса әлі де, онда өзіңіздің бюджетіңізге қарай бірден A3 форматтағы принтерлардың бағаларын Каспийден көріп, желательно сондайды алуға тырысып көріңіз. Егер де сізде осы көрнекілік саласында табысқа шығамын, масштабқа шығамын, осыдан күшті өзіме бір перспектива көріп тұрмын, көрнекілікпен көп уақытқа сондай көп уақыттық жоспарыңыз болса, A3-ді алуға кеңес берер едім. Енді қазір жақсы принтерлардың бағасы уже примерно 200-дің үстінде, өзіңіздің ыңғайыңызға қарай көресіз. Барлық техниканы болсын, қажетті құралдарды Каспий.kz-тің бағаларын қарап көрсеңіз болады. Енді бізде самый ходовой принтерлар ол Canon және Epson деген бар. Негізі менде тура осы Canon Pixma 3114 ба, сондай уже 4-ші жыл, ешқандай шағым, ешқандай жалоба жоқ, барлығы күшті жұмыс жасап тұр, барлығы көңілімнен шығады. Бірақ көптеген басқа да эксперттер Epson-ді алуға кеңес береді. Енді оны өзіңіз қарайсыз. Тағы да неде техника сататын дүкендердің консультанттармен тағы бір кеңессеңіз болады. Келесі бізде ол ламинатор. Бұл да қажетті құралдардың ең бастысы болып табылады. Бұл жерде де мына A3 форматтағы осы темір ламинаторлар Каспий.kz-те 22.000 теңгеден басталады екен. Бірақ та мен осы жылдың басында, мен әлі ол кезде көрнекілікке келмей тұрғанда, для себя деп, мектептегі жұмысыма деп A4 форматтағын алып қойған едім. Қазір енді осыны A3 форматтағын алсам ба деп жүрмін, себебі егер де сіз тіпті A4 принтермен екі қағазды, яғни A3 формат қып шығарып алып, одан кейін A3 ламинатпен ламинаттап жүрсеңіз, ана тіпті екі қағаз екен білмей қалады, полностью A3 болып кетеді. Сол жағынан бұл супер ыңғайлы екен. Енді келесі бізде ол әрине глянцевый қағаз, жаңалық емес қой, ешқайсыларыңызға глянцевый қағаз оптовка магазиндерде 800 теңгеден басталады екен. Егер көптеп шығарып сатып айналысам десеңіз, оптовкадан алып өзіңізге үнемдесеңіз болады. Бірақ мен осы нені 200 граммдығын 1200, примерно 1300 теңгеден аламын. Қарапайым канцтовар сататын жерлерден. Енді бұл егерде үнемдеп жұқасын аламыз десеңіз, 160 граммдық сондайдан көрсеңіз болады. Бірақ 200 граммдығы, самый плотності өте жақсы, ыңғайлы түрі осы 200 граммдық. Келесі бізге laminating film, яғни ламинатқа арналған пленка. Бұл жерде ішінде 100 штук болады, 100 микрондық. Самый нормальный несі форматы 100 микрондық, бұдан 80 микрондық бар, жұқалы болып келетіні. Біз обычный стандартный көрнекілікке 100 микрондығын аламыз, ішінде 100 штук, бағасы 3000 теңгенің үстінде болады. Бұл да егер жаңағы өзіңіздің ламинаторыңыздың размеріне қарай A3 формат, A4 формат, одан да кішкентайлары бар екен, өзіңіз соған қарайсыз. Келесі ұсақ-түйек құрал жабдықтардан бізде мынау құралдың атын братцы деп айтады. Братцы, бұлардың тоже миллиметрға қарай көлемдері болады. Мен өзім Пиндодан заказ бергенмін. Каспий.kz-де қазір бар. Бағалар қолжетімді 1000 теңге көлемінде тұрады. Бұл біз алды тағы да көрнекіліктер үйренеміз. Лулия шеңбері деген бар, одан кейін лепбуктар сондай жасағанға міндетті түрде қажет болады. Келесі ол бізде липучка. Липучкалардың тоже на миллиметр 15, 20, 10 деп бөлінеді. Самый средний 15-20 алсаңыз болады. Өйткені 10 миллиметрлықтары олар тым ұсақ болады, бір-біріне жабыспай, слабый болып түсіп қалуы мүмкін. Бұның да метраждап, немесе рулондап сөйтіп сатылады. Немесе мынандай қысқа кусочкпен де сатылады.
Пинтода сайтынан егер ол жақта заказ беріп үйренген болсаңыз, немесе Каспий KZT-ді қолжетімді бағадан алсаңыз болады. Енді және келесі, бұл магнитная лента өте ыңғайлы зат. Алып көрмесеңіз, осыны қолданып көрсеңіз, прям сразу влюбитесь. Уже анандай магниттар қолданғыңыз келмей қалады. Но многоразовый, бір рет нетіп пайдалана бересіз всегда. Самоклеющий. Вот самый базовый керекті құралдар осы. Келесі бізде не бар? Тағы да переплетная машинка және де переплетная пружиналар. Олар тоже бір лепбуктар, книжечкалар, кітапшалар жасағанға қажет болады, бірақ бастапқы кезде ол қатты сондай бір актуальный деп айта алмаймын. Кейін бір прям күшті айналысып сөйтіп жатсаңыз, қажет болып жатса қарарсыз, иә. Қазірге бізге ең қажетті, ең басты құралдар осылар болып табылады. Бірақ та міндетті түрде шығарып сатудың қажеті жоқ. Электронды түрде сата берсеңіз болады. Ол кезде сізде шығындар совсем минимальный шығын болады. Ол кезде сізге уже глянцевый қағаз да көп кетпейді, ламинирующий пленка да кетпейді, мына құралдардың да бәрі кетпейді. Тек обзор түсіруге ғана бір штуктан ғана шығарып обзорға түсіріп, рилс тикток қып саласыз, болды. Қалғанын уже электронды жібере бересіз. Ал егер сіз шығарып сататын болсаңыз, осының барлығын көп көлемде алу керек болады. Оны шығарып, өзіңіз қайтадан ламинаттап, жабыстырып, қаншама штуктан жасап, оның бәрі еңбек, оның бәрі уақыт, оның барлығы шығын. Самый жақсы варианты ол бізде электронды түрде сату, иә. Электронды түрде сату үшін біз клиентті қайдан табасыздар? Ең бірінші WhatsApp чаттардағы, республикалық чаттар, мұғалімдер отыратын түрлі қазір өзіміз бірнеше чатта отырамыз ғой. Сол жақта өзіңіздің рекламаңызды жасауға болады. Телеграм чаттар бар, дәл сондай, сол жаққа салуыңызға болады. Немесе өзіңіздің сабақта пайдаланғаныңыз, немесе және обзор түсірген видеоларыңызды әрдайым статусқа салып отырсаңыз болады. Және сондай-ақ сторис. Сториске салып өзімізді реклама жасау үшін біз әрине эксперттік блог бастау керекпіз. Қазір бәрімізде өзімізде личный блогымыз бар, иә. Өзіміздің атымызбен ашылған, отбасымыздың суретін салатын, күнделікті тірлігімізді салатын. Егер де оны өзгертпеймін десеңіз, сол қала берсін десеңіз, басқа жаңа эксперттік блог ашып, соған ақырындап қазірден бастап жасап жатқан жұмыстарыңызды распечатка жасап, обзор түсіріп, салып бастай беріңіздер. Өйткені курстың соңына қарай, біз уже келесі аптаның соңына қарай осы блог жүргізу арқылы қалай табыс табуға болатын сабақтарына қарай көшеміз. Сол себепті өзіңіздің блогтарыңызды қазірден бастап дайындай берсеңіздер болады. Осымен мен бүгінгі айтайын деген ақпаратым осы. Келесі Zoom эфирде барлығымыз қосуға тырысайық. Келесі сабақтарды қалмай қатысып көріп тыңдасаңыздар, өздеріңізге өте пайдалы болады деп сенемін.